Ғазали өмірінен алынған ғибратты әңгімелер. 4-ші әңгіме. Ғалымдар жүректердің дәрігерлер. Ғұлама бұл түнгі тәһәжжүд намазынан ерекше әсерленді. Бұл туралы өзі, бұл түн маған бұрын білмеген нәрселерімді үйретті деп баяндайды. Құлшылық әсерінен көкжиекте бұрын соңды сезбеген тұңғиыққа самғағанын сезініп, қайтадан ұйықтап кетті. Таң намазына оянғанда да бойында ерекше қуаныш, құлшылықтың тойымсыз ләззаты сезілді. Таң намазына асыққан таза жүректерден шыққан дұғаларының берекесін сезінді. Бұл күні қызметші Ихсан керуенге ілесіп, Бағдатқа кетіп, ғұлама жалғыз қалды. Керек заттарын арқалап мұнарадағы бөлмесіне жетті. Жүрегіндегі ауыр мұңдарды жібек құрты сияқты нәзік өріп, зерделеп қағазға түсірмек. Тар бөлмеде тасауф кітаптарымен бірге сағаттап уақыт өткізбекші. Өзін жартастың шетінде тұрғандай күйде сезініп кітапқа үңіліп, терең ойға шомылды. Біраз уақыттан кейін құлағына мешітте өтіп жатқан дәрістердің дыбыстары естілді. Бір ұстаз бір топ талабалармен ғұламаға өте таныс тақырыпта сұхбаттасып жатты. Ғұлама бар назарын салып тыңдады. Бұл тақырып туралы ой тұжырымының жемісі пісіп жетіліп тұр еді. Алыстан тыңдай отырып, жүрегі еріген кен сияқты дәріс алқасына қарай алқынды. Сол дәріс қалқасына қосылып кеткісі келді. Қанша қиын болса да шыдап, бөлмеден шықпас үшін есікті ішінен құлыптады. Кітаптарға үңіліп отырып, ақиқат үшін күреспен адасу жайлы тұжырымдарға талдау жасады. Неге көп ойшылдар ой кемесіне мінгенімен, ішкі дауылға төтеп бере алмай, асау теңіз жағалауындағы жартастың жиегіне соғылу себептерін түсінді. Кітапқа қайта үңілді. Не ғұрлым көп оқыса, соғұрлым жүрегі ауырып көз жасына ерік берді. Бірнеше күн бойы жаны жалғыздықты сезінді. Тіпті тас қамал қапаста жүргендей сезінді, бірақ ғұламаның жүрегі еркін бостандықта еді. Жалғыз қалса да, жаратқанның қасында екенін сезінді. Оңаша ойлану көкжиегіне қарай бет алды. Күні бойы іштегі тұманды бұлттарды қуып, қайғы тауларына өрмелеп шығып, қайғыдан арыла бастады. Таң атса түннің келуін асыға күтетін, басқалар ұйықтап жатқанда жаратқанмен жалғыз қалу неткен бақыт еді. Көп оқыды. Оқыған сайын жүрегі тазарып, жүрек нұра асып-тасып бастады. Жазуға деген құштарлығы күшейе түсті. Ұзақ уақыт терең ойдың құшағында қалды. Бұл жайлы ғұлама, міне мұнарадағы осы бөлмемде жаным жетіліп, жүрегімде жиналған қайғылар сөйлемдерге айналып, өзен сияқты ағып, Ихия Улумиддин деп аталатын еңбекті жазып бастады. Дін ғылымындағы бұрыс тұжырымдар үшін қатты қайғырып, оған бейжай қарай алмады. Осы кезде адамзатты мәңгілік құтқарылуға жетелейтін бұл ғылымдар өздерін ғалым деп атағандардың қолынан қалып, өліп бара жатты. Ол ғылымдарды қайта тірілту керек болды деп жазады. Жүрегіндегі құнарлы, берекелі бұлттарды сауып, білімге шөлдеген қағаздарға әріп-әріп, сөйлем етіп төгіп жатты. Жазуға бейім саусақтары болса, бос қағаздарға ойларын ерекше қарқынмен төкті. Түн ортасына дейін созылған ой толғауы барлық нәрседен бас тартуының терең мәселелері туралы тоқталды. Жүрегі ессіз толқыған дауыл шайқаған мұхит сияқты еді.
Бұл ойларын тоқтата алатын ешқандай тосқауыл болған жоқ. Өз заманындағы ғалымдар мен олардың білім туралы түсініктері жайлы толғанды. Ғұлама былай деп жазады: қағида бойынша, Алланың жақсы дегені адамдар үшін жақсы. Алланың жаман дегені адамдар үшін жаман болуы керек еді. Бұл кездегі ғалымдар болса, Алланың жақсы дегенін жаман, ал жаман дегенін жақсы деп санай бастады. О, Құдайым-ау, дініңде қандай үлкен ауытқулар болып жатыр. Мұндай ғалымдардың қолымен біздің діни біліміміз таусылып, тура жолдың белгілері жер бетінен жойылып бара жатыр. Менің жанымды жеп жатқан мәселе осы еді. Мен бұл жағдайға бей-жай қарай алмадым. Бір татым тәтті бал үшін көптеген араларды жойған ғалымдарды көріп қаншама азап шектім. Дәрет алу үшін қолданатын суды ластап, гүлдердің орнына тікенектерді еккен осындай ғалымдардың кесірінен бірнеше ай бойы түрлі қайғыға батып жүрдім. Бүгінгі ғалымдар тек сот ісін жүргізу туралы білімді ғана көпшілікке жеткізе бастады. Олар тек білім деп, сот ісін жүргізуде қарсыласты үнсіз қалдыру үшін пайдаланатын пікірталас үлгісін, және уағызшылар көпшілікке әсер ету үшін пайдаланатын шешендік туралы білімді айта бастады. Олар назар аударған басқа ешқандай білім түрі болған жоқ. Өйткені бұл екеуінен басқа біліммен адамдардың мүлкін алу мүмкін емес еді деп жазды. Бұл сол дәуірде ең көп байлық пен билік әкелген ғылым саласы еді. Қасиетті кітаптағы даналық, фиқх, білім, наным, сенім секілді өзге ғылымдар адамдардың жадынан, жүректерінен өшіп жатты. Ғұлама міне осы надандықты көріп, ғылымдарды қайта тірілту үшін жазба бастады. Ақырет бағытына жүруді жеңілдететін жолбасшы кітап аталған осы ғылымдарды жандандыру, дінде болуы мүмкін ең үлкен жаралардың емін көрсетпек. Тек ғалымдар ғана бұл жараны емдеп жазып, тастарды жинап биік тауларға біріктіре алмақ. Бұл жайлы ғұлама, ғалымдар, ғалымдар. Ғалымдар жүректің дәрігерлері. Егер дәрігердің өзі ауру болса, науқастардың хәлі не болады? Жаратқан. Мен мұнараның қабырғаларына осы сұрақтарды жаздым деп баяндайды. Ғұлама тағы да былай деп жазады: басқа науқастар ауру дәрігердің берген дәрісін қабылдайды ма? Сөзсіз, үммет деп аталатын тағамның тұзы ғалымдар. Егер тұздың өзі бұзылса, оны не түзете алады? Жаратқан. Мен армандарымды жақсылыққа жаздым. Жүрегін тазартуды ант еткен ғұлама ақыры өз қалауын тапқан жандай тапжылмай отырып Ихия Улумиддин еңбегін жазып жатты. 4-ші әңгіменің соңы. Жазба иесі Жамалбек Дүйсебай. Құрметті тыңдарман, арнамызға жазылып қолдану көрсетіңіздер.